Бұл ойын қақпақтар ойыны деп аталады. Ойын ережесі бойынша 25 торкөздің 24-іне қақпақтарды ретімен орналастыру керек. Бос торкөздерге дөңгелекті тек қана төмен, жоғары, оңға және солға ғана қозғалта алады. 5 түстен 24 дана қақпақ қажет. Қақпақ бұл кәдімгі біздің банк жабатын қақпақтарды пайдаландым. Егер ол қақпақтар болмаса, кез келген дөңгелектерді пайдалануға болады. Қақпақ бір тордан екінші торға жылжытқан кезде сырғуына ыңғайлы болу үшін осы материалды пайдаландым. Ал көк торкөздер бұл фетрді пайдаландым. Фетр бізде түсімен, өзінің қаттылығымен өте қолайлы балаларды қызықтыруға. Ал егер фетр болмаса, кез келген қатты матаны осылай торкөздерден бірдей етіп қиып алып ойнауға болады. Қағаздан да, картондан да қиюға болады дайындап. Бірақ ол кейіннен сақтауға майысып қалады, қайтадан ойнаған кезде ыңғайсыздық тудырады екен. Ал егер 3-4 жастағы балаңыз болса, онда оған тапсырманы жеңілдеу етіп, түстерді үйрету арқылы сорттау тәсілімен ойнауға болады. Және мен балама бұл жерде жерге орналастырдым торкөзді. Оның өзі қозғалып, тапсырманы өзіне ыңғайлы тәсілмен орындауына ыңғайлы болсын деп. Өзіңіз түстерді айтып отырасыз, бала сол түстерді ретімен орналастырады. Бала түстерді жаттайды, әрі реттілікке үйренеді. Бұл жерде мінекей. Бұл ойынды таймер қойып, уақытпен ойнауға да болады. Кім жылдам деп уақытты қойып ойнаған да қызық. Бұл ойын өзіме де қатты ұнайды. Өте қызық. Соңғы қатарын түгендеп жатыр. Мінекей болды. Мына менің фетрден қиған торкөздерім, қақпақтарым. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет.